егер бүкіл астық табылған жағдайда не болады екен? Оның бізге не пайдасы бар? Кім біліпті? Ол бізге жұмбақ. Әл-Фарабидің жұмбақтап жасырғанына қарағанда, ол жай нәрсе емес. Әйтеуір босқа жанталасып, арамтер болып жүрген жоқпыз ба? Осының өзі қызық емес пе? Меніңше асықтар хикаясы менің өміріме үлкен өзгерістер әкеліп жатыр. Қаншама жаңа дүниелер аштым өзіме. Бір дана кісі айтқан екен. Бақытқа барар жолдың өзі бақыт деп. Сондықтан толықтай самалға қосылам. Ой, екеуіңде философ болып кетсіңдер. Одан да менде бір ұсыныс бар. Не ұсыныс? Философия деп Құдай берген өмірімізді босқа өткізбейік. Бүгін бір би билеп, жақсылап бір көңіл көтерейікші, а? Несі бар? Мен бұл ұсынысты қолдаймын. Мен бара алмайтын шығармын. Көне жетігендегі жазумен айналысам. Оған үлгересің. Таңға шейін жүрмейміз ғой? Бірер сағат қана. Кеше Назгүл құрбым келген. Онда шақырайын. Сен серік боласың, жандос. Назгүл? Мама, қазан маған кішкентай бөпен сыйлайсыз. Профессор, не болды саған? Ештеңе. Сен көп сөзді қой. Сен бізбен бірге барасың. Иә. Жүр, Самал. Кешіріңіз. Міне, Ажара, осы тамаша жер. Осы клубтағы диджей жақсы әуендер қояды. Жоғарыға барып отырамыз. Керемет. Алейкум салам. О, қалайсыңдар жігіттер? Қалайсыңдар? Назгүл, сенің келгенің қандай жақсы болды, я? Иә. Кейінгі кезде сирек кездесетін болдық қой? Я, сен Астанада, мен Алматыда. Студенттік өмір басталғалы. Солай болды ғой, я? Я соны айтам да. Осы сендер неге Алматы, Астананың оқу орындарына қызғасыңдар? Шымкентте де жақсы оқу орындары бар ғой? Дұрыс па, жандос? Білім іздеген адам жер таңдамайды. Қай жерге болса да бара береді. О, дұрыс. Тыңда, біздің президентіміз айтқан, адамға өмір бір-ақ рет беріледі. Оны жақсы өмір сүру үшін Шымкентте өмір сүру керек деп, сол үшін кәдеге алып қоя қал. Ал. О, біздің өлеңіміз. Кет, билейік. Жаным, мен сені сүйем. Брат, осы жерге келгеніміздің себебі бүгін Жома бауырымыздың туылған күні. Беймарал ішіп жеп отыр, қазір шығып билейміз. Грация! Жома, құттықтай! Бақытты бол! Рахмет. Қыздар, жігіттер, мынау бүгін Жома бауырымыздың туылған күні. Жома, бауырым, туған күн құтты болсын. Алыңдар, кел, туған құтты болсын, Жома. Жаным, туылған күнің. Рахмет, жаным. Жома Мұрат. О, менің атымнан бауыр. Туған күн құтты болсын. Базар жоқ, брат. Бәрі тегіс. Сосын қонақ бар еді. Соған арнап жақсы музыка қойыңдаршы. Жақсылап Айтсам болды, Жома. Әңгіме жоқ. Жақсы отырыңыздар. Жақсы. Супер. Жарайды, бауырым, жақсы, аман бол. Жома, брат, рахмет, давай. Назгүл, сен қандай мамандық бойынша оқисың? Дәрігер. О, дәрігердің жұмысы қиын болар. Мүмкін. Әр нәрсенің өз қиындығы болар. Иә.
өзің қаладың ба? Мамандығыңды айтам. Мен өнер жолын таңдағым келген. Әкем мен анам ол маған қол емес деп көнбей қойды. Ол кісілер дәрігерлер. Иә, түсіндім. Жүр билейік. Жақсы, менің бірақ биге икемім жоқ. Еште кетпейді, жүр. Я тыңдап тұрмын. Рахметтік келеміз, қарындас, давай. Бауырым жайшылық па? Бұл менің қызым ғой, білесің ба? Нұржан, билеуге болмаймайды. қойшы. Уайымдама, өзім шешем. Нұржан, жынды мен жынды Қатты боласың. мешеу баратсаң, мұнда басқа қыздар бар, солармен биле. Бала, ар ойнашы. Келе тұрсың. Нұржан. Нұржан деймін. Нұржан, сабырсыз. Кән жігіттер былай тұрыңдар. Жома, болды, қой енді. Нұржан, тоқта. Бауырым, айбетпе. Ішіп алған ғой, көріп тұрсың ғой. Жома, қой. Айбетпе, жарай ма? Бұл көпшілік жер. Я, бұл менің досым. Жандос, ренжіме бауырым. Жақсы. Я, айбетпеңдер. Болды, қошы, уайымдама, жақсы бә. Мен бардамын. Келесің ғой? Жан, мен білесің Иә? ғой, қызларны қалай деп алады. Осылай ма? Иә. Жан, не үшін? Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Рахмет! Қымбат достар, арамызда сонау Италия елінен келген қонағымызға қазақи қонақ жайлығымызды танытып, сыйлық табыстаймыз достар. Қошеметтеріңіз. О, рахмет! Окей! Грация! Міне, таза қазақтан аумай қалдың, Антонио. Рахмет! Әне, жаным бізді суретке түсіріп жіберші. Ана жаққа қара, Антонио. Бірдеңе айтсаңшы. Шынымды айтсам, қызбен не жөнінде сөйлесу керектігін білмей тұрмын. Кейбір жігіттер футбол жайында айтушы еді. Мен футбол жөнінде де білмейді екем. Ал сен футболдың атасың ба? Бұл қалжың ғой. Ал сен өзің туралы айтшы. Мен? Менің жұмысымда айтатын қызықтар жоқ шығар. Бірақ өзіме ұнайды. Қазір археология саласында ғылыми жұмыс жасап жатырмын. Неге олай дейсің? Археология қызық емес пе? Өткен тарихымызды, өмірімізді бүгінгі күнге паш етесіңдер. Ол солай. Бірақ көп қыздар олай ойламайды. Ал мен кеп қалдым. Міне мына үй. Мүмкін, Назгүл, егер қарсы болмасаң, мен хабарласып тұрсақ. Білмедім. Оны уақытында көреміз. Сау бол. Жақсы. Көріскенше, Назгүл. Жылдамдатсама. Қалма. Желке мүшелеріне кірісеміз. Қане, былай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Бұл уақытта 4. қорылдап, ұйықтап жататын едім ғой. Енді терең дем аламыз.
тәні саудың жаны сау дейді. Осылай жиі жаттығу жасап жүрсек, жақсы болады. Рахмет. Серігіп қалдым. Бәстігем. Жандос шығар. Расында, жандос екен. Айттым ғой. Ол бір нәрсені бастаса, қоймайды. Я профессор. Я біз саябақтамыз. Жарайды, жақсы. Қазір жандос саябақтың қақпасына келеді. Сол жаққа барайық.